Саламатсыздар ма студенттер? Бүгін кезекті дәрісіміздің тақырыбы бұл топ, ұжым, қарым-қатынас психологиясы. Бүгінгі жоспар бойынша біз топ және ұжым туралы түсінік, топтың түрлеріне тоқталамыз, қарым-қатынас психологиясы және оның түрлеріне тоқталамыз, жалпы топтағы адамдардың қарым-қатынас мәселесін қарастыратын боламыз. Топ белгілі бір іс-әрекетке байланысты адамдар жиынтығы, топ ішкі және сыртқы қасиеттеріне байланысты бөлінеді. Жалпы психология ғылымында топ, ұжым, қарым-қатынас деген мәселе өзекті болып саналады. Өйткені тұлға, адам белгілі бір топта, белгілі бір ұжымда дамиды, ол жерде түрлі қарым-қатынасқа түседі. Тұлғааралық қарым-қатынасқа түсіп жетіле бастайды. Жалпы топ деп отырғанымыздың өзі белгілі бір іс-әрекетке байланысты адамдардың жиынтығы дейді. Топ ішкі және сыртқы қасиеттерге байланысты бөлінеді. Топтың қасиеттері ішкі құрылымына және сыртқы құрылымына байланысты сипаттайтын болсақ, ішкі қасиеттеріне байланысты адамдардың санына байланысты үлкен және кішкене топтар болып бөлінеді. Сыртқы іс-әрекет формасына байланысты ойын тобы, оқу тобы, еңбек тобы деген сияқты әрмен қарай бірнеше түрлерге бөлінеді. Ал енді ұжым дегеніміз бұл белгілі бір іс-әрекетке байланысты немесе бір іс-әрекетке орныққан адамдардың тобын айтамыз. Мақсаттары, қоғамның мақсаттары бір-бірі үшін деген мағына ұстанатын, басшысын бір ауыздан сайлайтын, бірлескен іс-әрекеттердің нәтижесі тұрақты адамдар жиынтығы. Мақсаттары қоғамның мақсаттарымен ұштасқан ұжым. Жалпы адамдардың әлеуметтік қауымдастығының ең жоғарғы формасы ұжым болып саналады. Ұжым ол қоғамға пайдалы қызметке ортақ, мақсатқа жұмыла еңбек ететін және психологиялық тұрғыдан топтасқан адамдардың тобы. Жалпы ұжымға байланысты зерттеуші ғалымдар өте көп, оның ішінде Макаренконың ұжымға байланысты еңбектері, зерттеулері өте көп. Макаренко анық та толық айтып береді. Ұжым дегеніміз жеке адамдардың өз алдарына мақсат қоя ұйымдасқан ұжымдық органдары бар комплексі дейді. Ал ұжым ұйымы бар жерде ұжым органдары да бар. Ұжым сенетін уәкілетті ұйымы бар және жолдастық қатынас мәселесі. Ол жай ғана достық, жақсы көру, көршілік мәселесі емес. Ол жауапкершілік, тәуелділіктің мәселесі. Жалпы Макаренко адамдарды қызметі қоғам үшін пайдалы екенін айтып, айдан анық мәліметтерді атқару үшін жалпы біріктірсе ұжым болатынын көрсетеді. Осы мәселені қарастырады. Ал енді жалпы Макаренконың өзі адам қоғамнан тыс өмір сүре алмайды. Қоғам деп отырғанымыз қоғамның бір бөлігі, бұл не? Ұжым. Макаренконың айтуынша ұжым бұл мақсат мүдделері, көзқарас ортақ, белгілі бір салт дәстүрі бар, өзін өзі басқара алатын әлеуметтік адамдардың тобы дейді. Ұжымды. Сонда адам белгілі бір ұжымда не істейді? Жетіледі, дамиды. Өйткені ол ұжымның мақсат мүдделері болады, көзқарастары болады, салт дәстүрі болады деген сияқты. Жалпы топтың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан түрі ұжым деп аталып тұр. Топтың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан түрі ұжым деп аталып тұр. Ұжым адамдардың тобы болғандықтан оған топтың белгілері тән. Алайда ұжымның топта жоқ белгілері де болады. Сондықтан қандай да болмасын ұжымды топ деп атауға болады. Ал топтың бәрі бірдей ұжым бола алмайды. Сонда қарап отырсаңыздар, топ ұжым бола алмайды, ұжым топ бола алады дейді. Ұжым байланысына қарай контактілі және негізгі ұжым болып бөлінеді. Контактілі ұжым ол ұжымдық белгілері бар бастапқы топ. Негізгі ұжым контактілі ұжымдардың бірігуі. Мысалы, студенттер тобы контактілі ұжым, факультет негізгі ұжым деген сияқты мәселеде. Бағанағы айтқанға сіздер түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Сіздер енді топ ұжым бола, бағанағы айтқанда топтың бәрі бірдей ұжым бола алмайды деген. Топ ұжым бола алмайды, ұжым топ бола алады деген. Мәселен айтайық. Мәселен, таңертеңгілік мезгілде осы университетке келерде сіздер автобусқа міндіңіздер. Автобустың аялдамасында бір топ адамдар болды. Бұл ұжым емес, бұл топ. Олар неге? Олардың автобусқа мінгендегі әрбіреуі әртүрлі автобусқа мініп кете барды, немесе бәрі бірдей бір автобусқа мінгенмен әртүрлі аялдамалардан түсіп қалды. Топ ұжым бола алмайды. Ал ұжым топ бола алады дейді. Мына қазір сіздердің оқып жатқан топтарыңыз бұл ұжым бола алады.
барлығыңыздың алдарыңызға қойған мақсаттарыңыз бұл осы мамандықты игеріп қолдарыңызға диплом алу. Сонда қарапайым мысалмен түсіндірген кезде топ ұжым бола алмайды, ұжым топ бола алады деген мәселе. Енді Ресей әлеуметтік психологиясында шағын топтардың дамуының 6 деңгейін көрсеткен Уманскийдің топтамасын біз былай көрсеткіміз келеді. Бұл жаңалық мына жерде сіздер 6 түрін шағын топтардың қарастырып отырсыздар. Конгломерат, номиналдық топ, ассоциация, яғни бірлескен байланыстар, серіктестік, автономия, ұжым деген. Енді бұларға біз тоқталайық. Жалпы конгломерат дегеніміз не? Бұл латынша аударған кезде жинақы, жиналып қалған дейді. Бір мезгілде бір төңіректе жиналған адамдар тобы. Мұндай топтың әр мүшесінің өз мақсаты болады. Бұл жағдайда бірлескен іс-әрекет болмайды. Топ құрылымы болмайды, немесе өте қарапайым болып келеді дейді. Шағын қауым, кезекті топ, көлік жүргіншілер тағы басқа осындай топқа мысал болады. Расымен дейді. Яғни мақсатты, әр мүшесінің өз мақсаттары. Бағанағыны біз айтқандай да, автобус аялдамасына келіп, сіздер бір топ адам болып қалдыңыздар. Жинақталып қалдыңыздар. Бірақ әрбіреуіңіздің әр мақсатыңыз бар. Біреуіңіз баланы мектепке алып баратыр, біреуіңіз университетке оқуға жатыр, біреуіңіз университетке дәріс сабақ береміз деп айтамыз, енді біріміз жұмысқа келе бара жатамыз. Ал номиналды топ латынша атауына қарай өмір сүретін дейді. Бірге жиналған және жалпы атау алған адамдар тобы. Мәселен, жоғары оқу орнына түскен абитуриенттер оқудың бірінші күні жиналып, бірінші курс тобы деген атау алады. Мұндай атау тек оның ресми мәртебе алу үшін ғана емес, сонымен қатар оның мақсаты мен іс-әрекетінің түрін, жұмыс тәртібін басқа топпен өзара қарым-қатынасын анықтау үшін қажет. Номиналдық топ дейді. Мәселен, сіздердің қазіргі мынау бірінші курсқа келген кездегі атауларыңыз. 100 психология, 101-ші топ деп атауларыңыз. Жалпы топтың өзі, мынау әлеуметтік топтар деп, топтың өзін шартты, нақты деп біз ресми, бейресми деген сияқты мәселелерге бөлеміз. Соның ішінде мынау топтардың өзінде кіші топ деген бар. Барлық мүшелері бір-бірімен тікелей қарым-қатынасқа келген адамдар бірлестігі. Әдетте мұндай бірлестік өз ішіне 2 не одан да көп бірнеше ондаған адамдарды қамтиды. Не жалпы топ ұжым мәселесін айтқан кезде біз топтағы ұжымдағы адамдар не істейді? Бір-бірімен қарым-қатынасқа түседі. Сондықтан біз бұл жерде қарым-қатынастың да маңызын қарастырамыз. Қарым-қатынас тұлғаның қалыптасуының ең маңызды факторларының бірі болып табылады. Ежелгі Греция мен ежелгі Римде қарым-қатынас мәселесі шешендік өнер, эвристика және диалектика саласында зерттелді. Жалпы қарым-қатынастың тұлғаның дамуындағы маңызды орнын психологтар зерттеп, біраз психологтар қарастырған еңбектерінде. Ананьевтің еңбегінде, Выготскийдің еңбегінде, Леонтовтың еңбегінде, Лурияның, жалпы енді біз өзіміздің қазақстандық ғалымдарды айтатын болсақ, соның ішінде қарым-қатынас мәселесін қазіргі таңда Қыздар мемлекеттік университетінде Шерезданова Қорлан Тоқтамысқызы дегенде осы қарым-қатынас мәселесін зерттеп қарастырып жүр. Қарым-қатынастың 3 жағы бар. Бұл коммуникативті, интерактивті, перцептивті дейді. Коммуникативті ақпарат алмасу, ақпарат беру, ақпарат тарату. Интерактивті ынтымақтастық, қарсылық беру, тығыз қарым-қатынас, компромисс. Перцептивті идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия деп қарастырады. Қабылдау. Қарым-қатынастың типтерін, мысалы біз типтерін мынадай түрлері бар екен. Қарым-қатынас типтерінде манипулятивті қарым-қатынас. Партнер өзінің іштей мақсаттарын жасырын түрде жүзеге асыру үшін жасалынатын қарым-қатынастың түрі. Қарым-қатынастың бұл түрі әсіресе бизнес, іскерлік қарым-қатынаста әбден орынды болғанымен, достық, жолдастық, сүйіспеншілік салада орынсыз болып саналады. Диалогтық қарым-қатынас біріккен таным мен партнер арасындағы өзіндік танымды мақсат еткен бірдей құқықты субъект өзара әрекет. Диалогтық қарым-қатынас қазіргі таңда ең маңызды болып саналады. Қазір біз айтып жатамыз, көптеген проблемалар, көптеген дау жанжалдардың негізгі шешудің негізгі жолы бұл диалогқа келу дейміз. Мысалы, бізде мынау отбасылық проблемалар болады, отбасылық кикілжіңдер болады. Мысалы, отбасындағы белгілі бір проблемаларға байланысты ерлі-зайыптылардың реніштері болып жатады. Олардың негізгі шешу жолы бұл бір-бірімен диалогқа келу, талқылау. Сол проблеманың шығуына не түрткі болғанын талқылау, түсіну.
былай айтқан кезде диалогтық қарым қатынас адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Және императивті қарым қатынас деген бұл авторитарлы форма, партнердің мінез құлқын, ойын пікірін бақылау қатынастағы, оны белгілі әрекет пен шешімге күштеу мақсатымен жүзеге асырылады. Іскерлік қарым қатынас деген бір тұлғалық ерекшеліктерге байланысты қарастырады. Жалпы қарым қатынас стильдерін біз үшке бөлеміз. Бұл авторитарлық стильде, демократиялық стильде, либералды стильде. Авторитарлық стильде отқанымыз бұл жерде жалпы басқару мәселесі, үстемдік ету. Демократиялық стильде бұл жерде жалпы бұл осы қарым қатынас стильдерінің дұрыс болмауының негізінде түрлі проблемалар туындайды қарым қатынасты. Мысалы бағана айтқанбыз, отбасылық қақтығыстардың болуы, мысалы отбасында авторитарлық стиль, мысалы билік орнату арқылы қарым қатынас болатын болса, әрине ол жерде де белгілі бір проблемалар туындауы мүмкін. Демократиялық стильде отқанымыз бұл тепе теңдікті сақтайды. Тепе теңдік, яғни мысалы ерлі зайыптылар бір-бірімен мәселені талқыласу, белгілі бір нәрсені жасау барысында ой бөлісу демократиялық стильде. Авторитарлық стильде әркім өзінше әрекет жасау. Либералдық стильде отқанымыз бұл жалпы іс әрекетін ұйымдастыруда бақылаусыз жүйесі жүзеге асу. Былай айтқанда либералды стильде отырғанымыз. Әрине қарым қатынас формалары ол тікелей, жанама, тұлғаралық, вербалды емес қарым қатынас деп бөлінеді формалары. Жалпы тікелей қарым қатынас деп отқанымыз бір адамның екінші адамға ақпарат алмасуы, жанама қарым қатынас деп отқанымыз ақпаратты жеткізіп отыратын қосымша делдалдың қатысуымен ерекшеленсе, тұлғаралық қарым қатынас адамдардың бір-бірінің индивидуалды ерекшеліктерін білумен жүзеге асыру саналады. Енді вербалды қарым қатынас деп отқанымыз бұл сөздің дыбыстық көрінісі арқылы байланысқа түсу, вербалды емес деп отқанымыз бұл жалпы ым-ишара арқылы қарым қатынасқа түсу. Осы вербалды емес қарым қатынастың өзі ішіне бірнеше түрге бөледі. Мысалы, жест дейді. Адамның сезімдері мен эмоцияларының сыртқы қол-аяқтың қимылдары арқылы көрінуі, байланысқа түсуі. Вербалды емес қарым қатынасқа. Мысалы болады, амандасу барысында біреулер көзбен амандасады, біреулер басын изеп амандасады, біреулер қолдарын көтеріп амандасады. Былай қарағанда. Вербалды емес қарым қатынастың түрінде. Мимика адамның сезімдері мен эмоцияларының сыртқы бет әлпетінің қимыл арқылы көрініс беруі. Пантомимика адамның сезімдері мен эмоцияларының сыртқы дене қалпының қозғалысын, позасы мен жүріс тұрысынан көрініс табуы. Таксика қол алысу, шапалақтау, сүю, сипау деген мәселелерге байланысты. Бұл да эмоцияның бір несі болып саналады. Мына жерде қарасаңыздар, жалпы қарым қатынастың бір түрлеріне байланысты. Қараңыздар, адамдардың қарым қатынас кезіндегі кеңістікте орналасуын қарастыратын қарым қатынастың түрі. Бүгінгі біздердің қарастырып жатқан тақырыбымыз жалпы мынау топ, ұжым және қарым қатынас психологиясы. Жалпы бұл топтың да, ұжымның да, қарым қатынастың да жеке тұлға үшін маңызы зор. Яғни кез келген жеке тұлға белгілі бір қоғамда өмір сүре отырып, топтағы, ұжымдағы адамдармен байланысқа түседі. Байланысқа түсу бұл қарым қатынас. Сондықтан бүгінгі тақырыпта біздің психология ғылымындағы өзекті тақырыптардың бірі болып саналады. Өйткені адам қарым қатынасқа түсу арқылы не істейді? Дамиды. Қарым қатынасқа түсу арқылы жетіледі. Қарым қатынасқа түсу арқылы тәжірибе жинақтайды. Сондықтан да бүгінгі тақырыпта өзекті болды деп ойлаймын. Тақырыпты тереңірек танысу үшін силабуста көрсетілген негізгі әдебиеттердегі оқулықтарды басшылыққа алып, сол әдебиеттерден тағы бір қарап шығуларыңызды өтінемін. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.